Жарайды, Алла разы болсын. Негізі бар ғой, мен білмеймін, егер мен келіп отырған жерім тек Құран жаттататын жер деп отырмын. Қари адамға бұл енді өз басымның жеке пікірім. Жанына алып келіп, жаңалдегі химия, физика, биология, не дейді жаңалдегі высший математика деген нәрсенің қажеті жоқ қой ол. Өйткені анау нәрсе оқыған қари, егер дәл үйтіп қариға дәл соны тықсаңыз, ол кезде ол 10 жыл оқиды ол қарины. Ол 10 жыл оқиды. Иншалла, онда бірінші класстан қарилықты оқыңыздар, 12-ші жылы бітіріп шығасыздар. Дәл сөйтіп оқыса да, сол үшін ол қариға қиянат болады. Қариға барлық пән минимальный болған жақсы. Өйткені ол кісі полный нагрузкамен, ойлаңызшы, 8 сағат оқу керек. Ең аз дегенде, міне ұстазымыз айтады мысалы, ең аз дегенде күніне 5 сағат отырмайтын адам қари болмайды. Күніне 5-6 сағат отырмаса қари болмайды ол адам. Ал енді сіз ойлаңыз, бір күнде 5 сағат тек Құранмен өтеді. Оның басы қауғадай болады оның өзіне. Бірақ соған енді алып келіп сіз химияны тығасыз енді. Ал деп тұр физиканы тығасыз. Коперник былай деп еді, Галилео былай деген еді. Ана Ом заңы деген не? Авогадро теориясы деген не дейсіз, сосын ол отырады ғой, жаңалдегі тәжвидтен сұрап жатыр ма, бұл қай жерін ұрап жатыр деп. Жаңа қай жерде кетті, бір идғам кетті ма, ихлап кетті ма деп, ана бетіне қарап. Жаңалдегі. Сосын шейх Авогадроны танымайды екенмін дейді, сосын ол қай жердің шейхі дейді, Саудияныкі ма, жоқ, жаңағы Йемендікі ма деп. Сол үшін айтылып жатқан нәрсе ғой. Енді сіздің ойыңызды мен түсініп отырмын. Бірақ айтқым келетіні, бірінші орында қарилығыңызды оқып алыңыз. Мектепте оқиды бұлар? Иә, енді жоқ, білем ғой енді. Негізі да, мен енді басқа діни пәнді айтып отырмын. Басқа үлкен мамандықты айтып отырмын мен. Ол мектеп, ол міндет қой онда ол. Басқа пәнді айтып отырмын. Мен мысалы, сіз қазір мектебіңізден бөлек жаңалдегі алып, біреу колледжге түсе салып, университетке түсе салып, жанынан қари болам деу, әшейін арман ол, бауырлар. Болмайтын нәрсе. Және сол сияқты, жаңа бір жерде университет оқып жүріп қари болу өте ауыр ол. Ол пейнет ол. Біреулеп сындырсаңыз, ағашты, сыпырғыны тезірақ сынады ғой. Ол бір. Бірақ екінші нәрсе, мысалы, мында мектеп оқып жатқан адамдар бар екен қарилықта. Ол кісілерге айтатынымыз, мектепте де жақсы оқу керексіздер. Мектепте де жақсы оқу керексіздер. Өйткені ол жерден де алатын нәрсе көп. Ол жерден де өмірге алатын нәрсе көп. Мектепте сізге дүниедегі ең қатты керек болатын нәрселеріңізді үйретеді. Мысалы, мен әлі күнге шейін бар ғой, бір нәрселерді не қылсам, формула шығарам. 4-ші класста үйреніп алған формулаларын әлі есімде да. Бір нәрсе болса, отырып өткенде, мысалы, жақында құрылыс қылып жатырмын. Сол құрылыстың біраз жерлерін мен өзімнің баяғы қазақбай формуламен шығарып отырмын, мектептен қап кеткен да. Бұл өмір болғасын басыңызға әр нәрсе түседі. Ол нәрсені айтып отқаным, мысалы, жаңалдегі басқа осы университетті айтпаймын, бірақ мектептегі пәнді міндетті түрде ұқыпты, міндетті түрде әдемі қылып оқу керек. Мен Құран жаттап жатырмын, анау тұра берсін деп тоздырып жіберу жақсы емес. 3 дегенде күш бар екен деуде жақсы емес, бауырлар. Мұсылман адам бәр жағынан жоғары болу керек. Мұсылман адам жоғары болу керек. Қари адамның негізі бар ғой, негізі. Қари адамның несі өзі гигабайты үлкен болады басқалардан гөрі. Басқаларда әшейін бір майда-майда нәрсе болады, память оларда ше. Сіздерде ол терабайт болу керек қой, жұртта гигабайтаны 128-64-пен жүрген кезде бүйтіп қарап әшейін, бізде бір 5-6 терабайт бар ғой дейтін да, сізде гигабайтпен жүрсіз әлі деп. Сол үшін айтатынымыз, ол мектептің пәні деген сіздерге семішке болу керек қой, семішке әшейін ойланбай отырып, бүйтіп әшейін ерігіп отырып шығара салатын нәрсе болу керек, бауырлар. Өткен сіздер одан ауыр нәрсемен айналысып жатсыздар. Қазір мысалы осы мектеп мен қалада оқыдым деп, мына светский 0. Қағазға келгенде жоқ, ештеңесін танымайды. Деп бүйтіп қол қояды десеңші. Тағы да бір нәрсе, жәрдем болу үшін айтатыным, мысалы мектепте оқитындарға уақыт деген нәрсенің қадірін біліңіздер. Мектепке бара салысыменен, ой, жақсы болды, Қарекеңнің қолынан қашып келдік, шүкір Аллаға деп жатпаңыз мектепте.
сол жердегі пәніңізді сол жерде бітіруге әрекет жасасаңызшы. Мына жаққа келіп, анау басыңызды ауыртпай, переменде жұрттар ай деп жүгіріп бір-бірін шалып, үстін бәрі май-май лай-лай қылып жүргенде, сіз кітаптың шетіне отырыңызда, апай қазір айтып тұрған кезде, свежий кезде тез отырады. Апай айтты, кетіп қалды, сол айтқанын дереу жаза қойыңыз, болды, сол жерде қалды ол да. Ал егер сіз бері келсеңіз, ана жолшыбай түсіп қалады анау айтқаны. Жаңа, сол түсіп қалмай тұрғанда бірден ана басыңызды қимылдатпай отырып жазып ала қойыңыз, түсіп қалмайды сол кезде.